Ассалаумағалейкум YouTube көрермендер, саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Біз Каспий туралы өте көп видео түсіріп жатырық. Кері әсері болып жатыр. Рахмет, жазып жатсыздар, хабарласып жатыр. Қолдап комментарияға жазып жатқандарыңызға рахмет. Тағы да сұрақтарыңыз болса, сол жаққа жаза кетіңіздер. Сұрақ әрқашан жауап береміз сұрақтарыңызға. Сосын бізден көбінесе сұрақ қояды. Мысалы Каспий магазин аштық, Каспий Pay аштық, Каспий Pay ашқаннан кейін магазин аштық. Бірақ не үшін товар салынбайды, товарды қалай саламыз деп сұрақ қояды. Товар салынбау себебін настройканы жөндеп алу керек. Қазір біз сол настройканы қалай жөндейтінін көрсетеміз. Алда көретін боласыздар. Достар, міне біз Каспий кабинет промотацияға кірдік ішіне. Одан кейін міне заказы, товары, контроль качества, настройка, пользователь, Каспий маркетинг көрдіңіздер ме? Оның ішіне біз настройкаға кіреміз. В общем, общая информация, склады, магазины, Каспий, доставка, стоимость доставки. Бізге енді товар салу үшін, товар не үшін салынбай қалады, өйткені настройканы жөндеу керексіз. Склады, магазинге кіреміз. Одан кейін добавить склад, магазины. Өйстіп басасыздар. Басқаннан кейін ID номер дейді. ID номерді қаяқтан аламыз? ID номер мына жердегі мына цифр көрдіңіз ба? Осы жерде мастер деп тұрады, кабинет промотацияда, пользователь, оның астында мына 9 цифр. Осыны көшіріп аламыз, 9 цифрді копировать деп. Одан кейін мына добавить склад ID номер жазамыз. Қалаңыз таңдайсыз, өзіңіз қай қаладасыз, соны таңдайсыз. Біз мысалы Алматы қаласындамыз, Алматы. И мына жаққа көш. Міне достар, ID-ді терге Алматы деп тердік. Енді өзіңіздің адресіңізді жазасыз. Алматы, Халиуллина 158 дедік біз. Өйстіп жазасыз адресіңізді. Өзі автоматически мына жаққа шығарып береді. Одан кейін мына жерде күнді қоясыз. Мысалы детальный деген былай ғана көрсетеді. Мына бәрін көрсетеді. Понедельник бізде базар істемейді. Содан кейін понедельник бізде выходной дейді. Мысалы біз сағат 10-нан бастап заказ қабылдай береміз. Заказ любой 24 сутка қабылдайсыз ғой. Осы сәттен бастап сізге клиент келіп, самовыз болса, осы сағаттың аралығының ішінде клиенттер алып кете алады. Мысалы сағат 10-нан кешкі 7-ге дейін істейсіз. Жұмыс уақытыңыз болса, өйстіп қойып сағат. Міне өйстіп, сағат сіз 8-ден бастап кешкі 7-ге дейін болса, осылай. 12-ден 12-ге дейін болса, осы жерді белгілейсіз. Әр күнді жазасыз, өйстіп, міне понедельник, вторник, қай күн. Воскресенье демалатын болсаңыз, өйстсеңіз, міне выходной болады. Егер сізге заказ келген жағдайда, суббота или воскресенье, сізге автоматически просрочка болмайды. Аяқта просрочка деген бар қазір. Сондай болмайды, мынадан секіріп кетеді да, понедельник күні өткізеді деп тұрады. Көрдіңіз бе? Өйстесінде міне сохранить деп басасыз осыны. Міне осы сохранить етілді, көрдіңіз бе? Міне екінші адрес 7-ден 9-дан 9-ға дейін. Бұл бұрынғы адресіміз, жаңағы новыйдан адресіміз міне 10-нан 7-ге дейін деп создавать етіп. Көрдіңіздер ме? Осылай міне сіздерде осылай создавать етіп новыйдан істейсіз. Содан кейін міне Каспий доставка. Бұны істесеңіз, сіз добавить склад десеңіз, басқа қалаға жібере аласыз. Осы заттар міне қай қала? Алматы, біз Алматыдамыз міне. Склад передний очередь міне. Қайсы номерацияны штрих-код міне осы. Самопривоз складқа өзіміз апарамыз деген міне. Контактные лица для курьера міне. Курьердің аты өзіңіз жазасыз мысалы. Міне Бекзат деп қойсақ. Бекзат міне телефон номері. Телефон номері еще 8-ден басталмайды бұлай. 7-ден бастайсыз. 700-168-58-00. Болды, осылай ғана тересіз. Көрдіңіз, шыққанда артық плюс нәрсе керек емес. Номеріңізді басында 7-ден бастайсыз да, ары қарай тересіз. Болды, сохранить. Сохранить еттік міне склад. Улица Халиуллина 158, настроение изменения вступит в силу после перезагрузка прайс-листа. Көрдіңіз, обновить етіңіз дейді.
сол кезде істеледі бұл қайтып жақсы осылай кіреді уже системаға. Осылай істейсіздер достар. Содан кейін міне доставка дейді. Доставка бұл Алматының ішінде, міне көрдіңіз ба, добавить город Алматы дейсіз. На следующий день дегенде бүгін заказ түссе ертең апарып беремін деген. День заказ при заказе деген осы. Бүгін заказ түссе бүгін апарып беру керексіз, көрдіңіз ба? Осылай міне стоимость доставки. Міне достар, стоимость доставки деген бесплатно деп тұр. Егер затыңыз 10.000 теңгеге жетпесе, мына жерге белгілейсіз 500 теңге, 600 теңге, 100 теңге де белгілеп қойсаңыз болады. Сізге компенсация Каспий төлейді. Ең максимальный сумма 1000 теңге мына жерде. 10.000 теңге көрсеңіз, 10.000 теңге көрсетсе, көрдіңіз ба, не более 1000 теңге деп тұр. Сол үшін 1000 теңге ғана қоя аламыз. Егер затыңыз 1000 теңгеге жетпесе, 1000 теңге, 10.000 теңгеге жетпесе, 1000 теңге компенсация Каспий төлейді. Сіз тоже доставкадан қанша уақыт, қай уақыттан қай уақытқа дейін істей аласыз, көрдіңіз ба? Осы жазылып тұр. Қай күні демалыс сізге, мысалы біз понедельник всегда демаламыз, қалған күндер жұмыс жасаймыз. Сағат қаншадан қаншаға дейін? Сағат 10-нан аяғын екіншісіне тоже 7-ге дейін сондайға дейін деп істейсіз. Мына өсіп істейсіз, сосын сохранить дейсіз. Болды. Осымен достар, біздің міне достар, көрдіңіздер ме? Міне шықты 1000 теңге бәрі деп. Міне қараңыздар, Каспий доставка мына жерден істелді, мынау да істелді. Болды. Бұдан кейін міне товар сала аласыз. Енді добавить товар деп товар саласыз. Көрдіңіздер ме? Міне достар, қалай товар не үшін салынбаған жағдайда товарды настройканы қалай жөндеп қоятынын көрсеттік видеода. Енді астыға комментарияға жаза кетіңіз өзіңіздің ойыңызды, қандай тағы да сұрақтар бар, или қандай кемшіліктер болды, соны да айта кетіңіз. Алдағыда видеода қандай видео түсірейік, не жайлы түсірейік, соны жаза кетіңіз ар жаққа. Сіздермен болған мен Бекзат Мұстафин. Арнамызға тіркеліңіз, және де осы видео көп таралу үшін көп адамға таратыңыздар. Көп адам көрсін, әр қазағым бай болсын. Сіздермен болған мен Бекзат Мұстафин. Келесі видеода кездескенше достар.